Мен қатты қарызымнан қиналған кезде Ерлан ұстазға бардым, іздеп. Алғаш рет танысқан кезім Ерлан Ақатаев ұстазымыз. 1-2 минуттан кейін, 3 минуттан кейін азан ойнайын деп отыр. Азан ойнайды, азан ойнаған бірден барды да, ол мінберге шығады, намаз оқимыз, мінберге шығады, уағызын бастап кетеді да. Мүмкіндік болмай тұр білдім, 2-3 минут қана уақыт бар. Айтып үлгердім, ұстаз осылай, короче, бизнеста жоқ, тауарда жоқ, зато қарыз бар дедім. Бәрі бар, мүмкіндік жоқ, не істеймін? Аллах разы болсын. Қолын тіземе қойды да, Ақжолжан, Раббыңның есігін қаттырақ қақсаңшы деді. Раббыңның есігін қаттырақ қақсаңшы дейді. Түнгі намазыңды тірілт деді ғой. Деп қағылмай жатыр есік. Аллахтан басқаның бәрінің есігі қағылып жатыр да. Көрдіңіз бе, ұстазға да бардым мен. Бәрінің есігін қағып шықтым. Аға, көке, бауыр, психолог, бәрінің есігін қағып шықтым. Аллахтың есігі қағылмай қалды ғой. Аллах тағала не дейді? Өзімнің ұлылығымен ант етем дейді. Менен басқа жәрдем сұрағанмен қарым-қатынасым үзіледі дейді. Тәуратта айтылған. Мен оны дейді, яғни Аллахтан басқаға тәуекел ете берсе, Аллахтан басқадан жәрдем сұрай берсе, мен не істеймін дейді оны? Өзімнен шектетіп тастаймын дейді. Басына қиыншылық келген кезде өзгелерден жәрдем сұрай жүретіндердің қатарына кіргізіп тастаймын дейді. Өзгелердің ортасында қорлық киімін кигізіп қоямын дейді. Оның басына келген қиыншылық Аллахтың қолында еді ғой деп сипаттайды сосын. Менің қолымда. Түсінсеңізші ана жерде. Кілт кімнің қолында? Ашып береді. Мен мәңгі тірімін, еш нәрсеге мұқтаж емеспін дейді. Хайюлі қойым. Сен барып жүрген адамдар өздері мәңгі тірі ме? Жоқ. Ертең өледі. Мұқтаж емес па? Тамаққа, суға, ұйқыға мұқтаж ғой ол пенде. Мына жақта Аллах тұр. Мен мәңгі тірімін дейді. Еш нәрсеге мұқтаж емеспін дейді. Менен өзгелердің есігінің бәрі жабық дейді. Ал менің есігім маған құлшылық етушілер үшін әрқашан ашық дейді. Аллахтың өзінің сөзі. Проблема бізде болып жатыр. Айналып келсек та, Аллахтың есігін қақпадан шығып жатыр.